Қарағанды облысындағы саяси науқанның әділ әрі заң шеңберінде өтуін 2600-ден астам байқаушы мұқият қадағалады. Халықаралық ұйым өкілдері облыс орталығымен қатар ауыл аймақтағы электоралды жағдайды жіті бақылауға алған. Ресейдегі қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жетекшісі Валерий Федоров таңертеңнен бері кенді аймақтағы 5 бірдей сайлау учаскесінде болған. Халықаралық байқаушы сайлаудың ұйымдастырылу деңгейіне, сайлаушылардың белсенділігіне жоғары баға беріп отыр. Ал Астанада әлемнің түрлі елдері мен халықаралық ұйымдар атынан келген байқаушылар сайлау учаскелеріндегі дауыс беру барысын қадағалауды жалғастыруда. Ұлттық академиялық кітапханада олар дауыс беру бюллетендерін алу мен сайлаушыларды тіркеу үдерістерімен танысты. Байқаушылардың пікірінше, дауыс беру үдерісі барысында ешқандай заң бұзушылық болмаған. Шетелдік қонақтарды ерекше қызықтырғаны сайлаушылардың белсенділігі. Как традиционно для Казахстана, я не на первых выборах. Менің бұл Қазақстанға алғаш келуім емес. Бұған дейінгі сайлауларға да байқаушы ретінде қатысқанмын. Бұл жолғы саяси науқанда сайлаушылардың белсенділігі байқалады. Таңертеңнен бері бірнеше сайлау учаскесінде болдық. Ешқандай заңға қайшы келетін әрекеттерді байқамадық. Сайлау участоктеріне адамдар лег-легімен келді. Менің елмен салыстырғанда олардың саны өте көп екен. Сайлаушылардың өз шешімдеріне сенімді екендіктері көрініп тұр. Сайлау үдерісі өз деңгейінде ұйымдастырылған. Адамдар ерекше ықылас білдірді. Ал Ақмола облысында сайлаудың әділ әрі ашық өтуін бас-аяғы 6000-нан астам байқаушы бақылады. Олардың ішінде ұзақ мерзімге келген бірнеше халықаралық байқаушы да бар. Қонақтардың айтуынша, аймақта сайлау науқаны талапқа сай өтуде. Дауыс беру барысында ешқандай заң бұзушылық пен қателіктер болмаған. Айта кетейін, ақмолалықтар бүгін түрлі деңгейдегі мәслихаттарға 276 депутатты таңдап алуы тиіс. Ал бұл мандаттарға 863 кандидат таласуда. Біз бүгін облыстағы бірнеше ауданда болып, ондағы сайлау учаскелерінің жұмысын көзбен көріп қайттық. Саяси шара сіздерде заң талаптарына сай ашық әрі әділ өтіп жатыр. Әзірге ешқандай заң бұзушылық байқағанымыз жоқ. Біз барған сайлау учаскелерінде сайлаушылардың кедергісіз дауыс беру үшін барлық жағдай жасалып қойыпты. Халықтың белсенділігі де анық байқалып тұрды. Таң атпай сайлау учаскелеріне келіп, ашылуын күтіп отырғандарды да көрдік.